Ассаламалейкум, қазақтарым. Соңғы кезде ата-бабамыздың жолымен жүруіміз керек дейтіндер көбейіп кетті. Адасқан надан адамдардың шақыруы. Соның бірі мына қазақтар өмір бойы ата-бабаларымыз тамақты қолмен жеген дейді, табақтан алып бәрі бірге отырып. Егер де менің айтарым, ата-бабаларының артыменен жолымен жүргілерін келсе, пожалуйста, жүріңдер. Ата-бабаларың есекке мініп жүрді, неге есекке мінбейсіңдер? Есектеріңе мініңдер, самолетті, машинаны тастап. Сотовый телефонды тастаңдар, лақтырып жібердіңдер. Кір машинасын пайдаланбаңдар, барып қолменен жуыңдар өзенге барып, сумен киімдеріңді. Менің айтарым тағы да, бұл деген адамда қазір гигиена деген болады. Қазақтар баяғыда қасық деген болмаған, вилка деген болмаған. Сондықтан ортақ табаққа салып, содан жеген. Қазіргі біздің жейтіндер бар, табаққа қолмен салат батырып, жейді де сосын тілдімен жалайды былай, сілекейін ағызып. Сосын тағы да тамаққа салат. Жай салмайды, ана табаққа салат, етті бәрін уқалайды, мұжғылайды, қай жері жұмсақ. Жұмсақ жерін алады да қалған етеді, пұстап, соны аузына салат, түкірген жарық. Сосын тағы да салат, оны алады да басқа біреу жейді. Бұл деген не нәрсе, сілекейін шашып. Одан да гомосексуалист болу керек қана, біріңмен бірің сүйісіп, сілекейіңді ұстатын орында. Сондықтан да қазақтарым байқаңдар, ата-бабаның жолы деген бар, бірақ сол жолдың да жолы болады. Адасып кетпеңдер. Гигиенаны сақтаңдар біріңе бірің.